Мыстан қыз Жаюнның теңдессіз күшімен құпия ұйымның базасын талқандағаны естеріңізде ме? Бүгін Жаюнның сіңілісі Шинсияның әңгімесін айтамыз. Шинсияның қабілеті әпкесінен 1000 есе артық делінеді. Жаюн алдыңғы бөлімде бізге адам нанғысыз қабілетін көрсеткен болатын. Ал сіңілісі Шинсия осы бөлімде қандай қызықтар көрсететінін бірге көрейік. Фильмнің басында бір топ қыз ән айтып би-билеп серуенге шығады. Алаңсыз қыздар отырған автобус кенеттен үлкен жолдан бұрылып тар жолға түседі. Осы кезде алдыда отырған адамдар маскасын тағып автобус ішіне түтін бомбасын тастайды. Маска таққан содырлар қашпақшы болған қыздарды ұрып талдырады. Бірнеше сағаттан кейін автобустың таудан құлап кеткені туралы хабар телевизордан жаңалыққа шығады. Қарақшылардың мақсаты автобустағы осы қызды ұстап әкету еді. Бұл қыз Жаюн мен Шинсияның анасы болатын. Ал оны ұстап алған адам құпия ұйымдағы бастық Бак пен доктор Бак егіздер еді. 10 неше жылдан кейін Жаюн жеке қабілетімен құпия ұйымның базасын талқандап жер бетінен жоғалып кетеді. Ал көп ұзамай оқшау аралдағы базаға да бір топ адам шабуыл жасайды. Шабуылдан жалғыз бір қыз тірі қалады. Қыздың аты Шинсия еді. Шинсия есін жиып күйреген базадан далаға беттейді. Өн бойы қан әрі жалаң аяқ Шинсия бейтаныс әлемге таңдана қарайды. Шинсия зымырап келе жатқан машинамен соғылысуға аз қалады. Машина аз аялдап барып кейін шегінеді, ішінен бірнеше жігіт түсіп Шинсияны машинаға тығады. Сөйтсе бұлар машинадағы әйелді өлтіргелі апара жатқан рекетирлер екен. Шинсия машинаны танып қояды деп ойлаған олар оны да өлтірмекші болады. Рекетирлер Шинсияның қан болған киімі мен мылқау түріне қарап психикалық ауруханадан қашып шыққан жынды екен деп ойлайды. 정신병원 같은 데서 입히는 그런 뭐라고? Неше минуттан кейін әйел адам запчас болып кеткен машинада есін жияды. Сыртқа шықса Шинсия ең соңғы адамды өлтіргелі жатыр екен. Әйел Шинсияны тоқтатып телефонымен полицияға хабар береді. Содан ол өзі қашып кетпекші еді, бірақ жанын құтқарған Шинсияны жалғыз тастап кете алмай оны бірге алып кетеді. Аздан кейін Шинсияны дәрігер емдеуге кіріседі. Ол оның денесіндегі оқтарды ала бастайды. Ең соңғы оқты алып болғанда Шинсия оянып кетеді. Дәрігер бір оттам шай ішкенше денесіндегі жарақаттар жазылып кетеді. Дәрігер шошығаннан шайын бүркіп жібереді. Ол өз көзіне өзі сенбей қалады. Кеште әйел адам Шинсияны үйіне ертіп барып інісіне таныстырады да дастархан толы тамақ әзірлейді. Қанша ашықса да Шинсия тамақты бастап жеуге батын алмайды. 왜? 입맛이 없어? 입맛이 아니라 그냥 맛이 없지. 아이, 이 새끼가 진짜. 아, 그럼 먹지 마, 이 새끼야. 맛없다면서 그래도 꾸역꾸역 다 처먹고 있구만. 맛을 먹었겠냐? 살려고 처먹었지. 아, 나 이 새끼가 근데 쌍. 아파. 그럼 마, 아프라고 때리지 마, 이 새끼가. 너 이 새끼, 너 요즘 누나한테 막 개겨, 이 새끼야. Шинсия қарны тойғаннан немесе дәмі ұнамағаннан тыныш отырмаған еді. Ол жеуді бастаса ешкім таласа алмайтын еді. Әпекесі мен інісі сөзге таласып болып қайта қараса дастарханда түкте қалмапты. Осы уақытта бастық Бак құпия ұйымдағы Жоқюнды Шинсияны ұстап келуге бұйырады. Бастық Бак осының алдында Шинсияның әпкесі Жаюнның өзін іздеп келгенін, бірақ артынан қашып кеткенін, оның дәрісіз қабілеті шекті екенін, сол үшін алаңдамайтынын айтады. Бірақ Шинсияның дәріні керек етпейтін супер қабілеті бар екенін, оны іздеуші құрал арқылы табуға болатынын тез арада тауып келуін тапсырады. Бұл кезде еш нәрседен хабарсыз Шинсия үйде отырған еді. Кенеттен оның мұрнынан қан ағып миында анасының дауысы елестеп басы жарылардай болады. Сонымен бірге оның қабілеті де дамып айналасында ауадан қалқан жасай алатын болады. Бұл әпкесі Жаюнда да болмаған күш еді. Кенеттен сыртта бір топ машинаның шырағы көрінеді. Бұл алдында Шинсия өлтірген рекетирлердің атаманы еді. Әйел адам қолына мылтық алып оларды тоқтатпақшы болады. Рекетирлер әйелдің жеріне қызығып оны иемденіп алмақшы болады. 오지 마. 오지 말랬다. 너 이 새끼야. 개새끼들아! 씨발 개새끼들. 애기야.
Әйел мен інісін рекетерлер өлміш етіп сабап тастайды да, жерді сату келісім шартына қол қойдырмақшы болады. Осы кезде әйел адам біреуді көргендей болады. Рекетерде сол жаққа қарап қорқып кетеді. Сөйтсе үйдің төбесінде оларға қарап бір қыз тұр екен. Шинсия үшін бұлар құмырсқа құрлы болмайтыны анық. 뭐야? 소커스야? Рекетерлер аңтаң болып қарап тұрғанда Шинсия барып біреуін бір тебеді. 100 килограммдық жігіт шыбын болып ұшып кетеді. Олар есін жиып болғанша Шинсия олардың алдында тұрады. 씨발 니들 뭐 지금 구경 났냐? 어떻게 좀 해봐 이 새끼들아! Машинаны бір теуіп қылған соң Шинсия оларға жақындай түседі. Шапалақпен біреуін бір, екеуін екі ұшыра береді. Соңында атаманның мылтығын тартып алып далаға бір оқ атады. Атаман қорыққанынан жер бауырлап кетеді. Осы кезде әйел келіп Шинсияны тоқтатады. Рекетерлер кеткен соң інісі үйге кімді алып келгенсің деп таңғалып кетеді. Ал Шинсияның машинадағы рекетерлерді қалай өлтіргенін көрген әпкесі үнсіз сабыр сақтауға шақырады. Екінші күні олар Шинсияны супермаркетке ертіп барады. Өмірінде бұндайды көрмеген Шинсияның аузы ашылып қалады. Ол көзіне көрінгеннің барлығын қойнына тыға береді. Осы сәтте ол маркетте тегін дәм тату науқаны жүріп жатқанын көреді, қолындағыны тастап соларға беттейді. Елдердің тегін жеп жатқанын көрген Шинсия өзі де жек көреді. Бұндай ләззатты тағамды жеп көрмеген Шинсияның аузы тоқтамайды. Осылайша Шинсия маркеттегі тегін жеуге болатын тағамның бәрін жеуге көшеді. Осы уақытта рекетерлер Шинсия емделген клиникаға келеді. Олар дәрігерді қинап Шинсияның дерегін білмекші болады. Жауыздықпен дәрігердің екі саусағын кесіп тастайды. Хабарды естіген әйел дереу барып дәрігерді құтқарып қалады. Басына пәле тауып алған дәрігер әйелге Шинсиядан абай болуын ескертеді. Кетейін деп жатқан әйелді құпия ұйымдағы Жохюн іздеп табады да, Шинсияның ерекше қауіпті супер адам екенін айтып оны ұстауға көмектесуін сұрайды. Офисына қайтқан атаманның есіктен кіре бере екі оққағарын қара киімділер атып өлтіреді. Атаман бұлардың Шинсия сияқты супер адам екенін біліп айтқанына көнеді. Қара киімділер аралдағы құпия ұйымның базасына шабуыл жасағандар екен. Олардың да мақсаты Шинсияны іздеп табу болады. Кеште үйіне қайтқан әйел Шинсияның қауіпті екенін білсе де, оның өзін екі рет құтқарғанын ескеріп, кеште оны басқа жаққа алдап жібермекші болады. Бұл кезде құпия ұйымдағы Жохюн үйді қоршап болады. Ал атаман да адамдарын ертіп есіктің алдына келеді. Бұл жолы атаман көп сөзді қояды да әйелді бір оқпен өлтіре салады. Бұны көрген інісі үйден жүгіріп шыққанда базука ұстаған құпия ұйымдағы Жохюнның адамдары үйдің күлін көкке ұшырады. Шинсияны әйел басқа жаққа жібергенін білмейтін олар Шинсияны өлтірдік деп ойлайды. Әйелдің інісін өлтірмекші болған атаманды Жохюн бір оқпен сұлатады. 깜새 새끼들, 니들 좋은 말 할 때 그냥 가. 니들 같은 애들이 낄 때가 아니야. Рекетерлердің қорыққанын көрген қара киімді қыз күлімсіреп тұрып бір қолын көтереді, шарбақты аспанға ұшырып ағашынан сансыз жебе жасап рекетерлерге жаңбыр сияқты жаудырады. Рекетерлер лезде өлім құшады. Жохюн серігімен қара киімділерге оқ жаудырта бастайды. Оқтан қашқан қара киімді көз ілестірмей ұшып жоғалады да кенеттен Жохюндардың астынан атып шығып серігін бір теуіп құлатады. Жохюн басқа біреуіне дәл тигізгенімен оның саусағы қайта өсіп шығады. Қара киімді осал жау емес екен. 죽겠네. Үйдің төбесінен құлап түскен Жохюн өзінің бұларға тең емес екенін біледі. Ол әйелдің інісіне тез қашып кетті. Осы кезде тірі қалған атаман інісіне оқ атады. Жохюн қанша қорғағанымен інісіне оқ тиіп өледі. Осы кезде сыртқа шыққан Шинсия бірдемені сезгендей болады. Ол қайтып келгенде өліп қалған әйел мен інісін және ауыр жараланған Жохюнды көреді. Шинсия атаманның аяғын бір басып сындырады. Қара киімді жігіт оны көзге ілмей мазақтап күледі. Шинсия тек ойымен ғана оның оң қолының быт-шытын шығарады.
қара киімді қыз тосын шабуыл жасамақшы еді. Шинсия оны бір қолымен тоқтатады да ойымен оны өз пышағымен өзін пышақтатады. Шинсияға қара киімді қыз болмайды. Оны бір қолымен көтеріп қоқсық лақтырғандай лақтырып жібереді. Қара киімді жігіт оң қолын қайта өсіріп супер қабілетімен Шинсияға шабуылдамақшы болады. Ұшқан тастар Шинсияның айналасында қалықтап тоқтап қалады. Шинсия тастарды ұсақтап құйын шығарады. Ашуға мінген Шинсия құйынның ортасындағы жігітті күл-талқан қылады. Бұны көрген қара киімді қыз артқа шегініп тығылмақшы болады. Сол кезде ол машинаның артынан шыққан бір адамды көреді. Бұл келген адам Шинсияның әпекесі Жаюн болатын. 오랜만이네. 잘 지냈니? 둘이 원래 아는 사이였어? 아주 잘 알지. 내가 내 동생 꺼내놓으랬지. 언제 죽이라 그랬어? 잘나. Қара киімді қыздың басын бұрап жұлып алған Жаюн өзінің бастық баққа барғанда жарақат алғанын, сол үшін қара киімділерді Шинсияны іздеуге жібергенін, Шинсия басында өте әлсіз болғандықтан Жаюн оның өз сіңілісі екеніне күмәнданғанын, бірақ уақыт өте келе Шинсияның супер күшін көріп сенімге келгендігін, енді бірлесіп аналарын іздеу керек екенін айтады. 언니랑 같이 가자.